Түйінді бір рет тастағанда оның елтаңба жағымен түсуінің ықтималдылығы қандай? Бірінші есепте, яғни ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданып табамыз. Жалпы түйінді тастаған кезде ол екі жағдайда түсуі мүмкін. Біріншісі сан жағымен және екіншісі елтаңба жағымен. Сондықтан барлық элементар оқиғалар саны 2-ге тең. Ал бізге түйінді бір рет тастағанда оның елтаңба жағымен түсуінің ықтималдылығын тап деген. Сонда қолайлы нәтижелер саны 1-ге тең. Демек, түйінді бір рет тастағанда оның елтаңба жағымен түсуінің ықтималдылығы 2-ден 1-ге тең. Екінші есепте, ойын сүйегін бір рет тастағанда 6 ұпайының түсу ықтималдылығы қандай? Яғни, ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданатын болсақ, ойын сүйегіне барлық элементар оқиғалар саны 6-ға тең және бір рет лақтырғанда 6 ұпайының түсуі ықтималдылығы 6-дан 1-ге тең. Қораптағы өзара бірдей 10 асықтың 4-еуі боялған. Қораптан кездейсоқ алынған асықтың боялған болу ықтималдылығы келесі боялмаған болу ықтималдылығын табайық. Бірінші, боялған болу ықтималдылығын табайық. Яғни, асықтың жазып алайық. Асықтың боялған болу ықтималдығы. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданып табамыз. Жалпы асықтың саны 10, яғни барлық элементар оқиғалар саны 10-ға тең. Соның ішінде 4-еуі боялған. Демек, кездейсоқ алынған асықтың боялған болу ықтималдылығын табатын болғандықтан, барлық қолайлы нәтижелер саны 4-ке тең. Яғни 10-нан 4, бұл дегеніміз 0,4. Яғни, біріншіде қораптан кездейсоқ алынған асықтың ықтималдылығы 0,4-ке тең. Бұл боялғаны. Келесі, боялмаған болу ықтималдылығын табайық. Асықтың боялмаған болу ықтималдығы. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданып табамыз. Барлық асықтың саны, барлық элементар оқиғалар саны 10-ға тең. Және 10 асықтың 4-еуі боялған болса, боялмағаны 6. Демек, 10-нан 6, бұл дегеніміз 0,6. Екінші есепте, қораптан кездейсоқ алынған асықтың боялмаған болу ықтималдылығы 0,6-ға тең. Түйін 2 рет тасталды. Бірінші, 2 рет елтаңба жағымен түсуін, екінші, тек қана 1 рет елтаңба жағымен түсуін, үшінші, кем дегенде 1 рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығын табайық. Бұл есепте элементар оқиғалар кеңістігін жазып көрсетсек, кез келген оқушыға оңай болады деген ойдамын. Жазып көрсетейік. 2 рет елтаңба жағымен түсуі, елтаңба жағымен және сан жағымен түсуі, сан жағымен және елтаңба жағымен түсуі, және 2 рет сан жағымен түсуі. Жазып алдық. Бұл жерде Е деген елтаңба жағымен түскенін білдіреді. Т деген түйіннің сан жағымен түскенін білдіреді. Бірінші есепте 2 рет елтаңба жағымен түсуі дейді. Яғни, барлық элементар оқиғалар саны n тең 4-ке тең. Және біріншіде 2 рет елтаңба жағымен түсуі. Яғни, 2 рет елтаңба жағымен түсуі бізде қолайлы нәтижелер саны 1-ге тең болып тұр.
Сонда ықтималдылықтың классикалық анықтамасын пайдалана отырып есепті шешетін болсақ, m бөлінген n, яғни орнына қоятын болсақ, бұл дегеніміз 4-тен 1, ол дегеніміз 0,25. Яғни екі рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығы 0,25-ке тең. Келесі, екінші, n тең 4-ке есепте тек қана бір рет елтаңба жағымен түсуі. Яғни тек қана бір рет елтаңба жағымен түсуі бізде екі қолай нәтижелер саны 2-ке тең екен. Яғни m тең 2. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданып шығаратын болсақ, яғни 4, 2. Екеуін 2-ге қысқарып жүретін болсақ, 2-ден 1. Ол дегеніміз 0,5-ке тең. Яғни тек қана бір рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығы 0,5-ке тең екен. Үшінші, кем дегенде бір рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығы n тең 4-ке барлық элементар оқиғалар саны, яғни қолай нәтижелер саны бір рет елтаңба жағымен түсуі. Яғни бізде бір рет елтаңба жағымен түсуі 3-ке тең. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданатын болсақ, 3 бөлінген 4, ол дегеніміз 0,175-ке тең. Сонда кем дегенде бір рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығы 0,175-ке тең. Оқушы дәптеріне екі таңбалы кездейсоқ сан жазды. Осы жазылған санның тақ болу ықтималдылығы қандай? Жалпы барлық элементар оқиғалар саны, яғни n тең 90 деп аламыз. Өйткені екі таңбалы сандар 10-нан бастап 99-ға дейінгі сандар. 10-нан бастап 99-ға дейінгі сандар. Осы жазылған санның тақ болу ықтималдылығы. Бірінші есепте, яғни барлық екі таңбалы сандар 90 болса, оның 45-і тақ болады. Яғни қолай нәтижелер саны 45. Сонда классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, 90-нан 45. Екеуі 45-ке қысқарады. Сол кезде 2-ден 1. Яғни жазылған санның тақ болу ықтималдылығы 2-ден 1-ге тең. Екінші, 3-ке еселік болу ықтималдылығы қандай? Яғни бұл жерде n тең 90, m тең 30. Классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, 30 бөлінген 90 тең болады. Екеуін 30-ға қысқартатын болсақ, 3-тен 1 болады.